ауылдың ардагерлер алқасының төрағасымын. Менде бір екі мәселе бар. Бірінші мәселе ауыз су туралы. Ол мына Түрген ауылында жоғары жақтан келетін су Түрген сайына фильтрацияға дейін бір мекеме қарайды. Нұра топтық су құбыры мекемесі қарайды. Ал фильтрациядан төмен қарай Есік су мекемесі қарайды. Олар 3-4 ауылды қамтамасыз етіп отыр, Түргенді соның ішінде. Олар Есік су жаңағы Нұра топтық су құбырынан суды 61 теңгеден сатып алады. Ал елге 91 теңгеден жаңағы жібереді суды бір текше метріне. Егер де жаңағы екі мекеме болмай, бір мекеменің тәлімінде болса, мысалы Есік су құбырына өткізіп берсе, олардың техникасы да бар, жағдайлар да жақсы. Сонда бір хозяин болса, судың тарифі төмендейтін еді, почти 2 есе төмендейтін еді. Соған сіздің жаңағы теліміне, Есік су құбырына теліміне ауыстыруды жаңағы Түрген водоводын. Сол ықпал етуіңізді сұраймын. Жақсы. Екінші сұрағым. Түрген ауылында 970 гектар жер шаруа қожалықтарда жер асты су құбырымен гидрантпен су ішеді. 970 гектар. Ол гидранттар 1986 жылы салынған. Енді бүгінгі күнге техниктар жағдайы енді көтермей тұр, сына көтермей тұр. Себебі біраз тозып кетті. Сол гидранттарды жөндеп етуге ықпал етуіңізді сұраймын. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы. Енді бірінші сұрақ бойынша Нуринский водоводпен сөйлестік, кейін жаңа министрлік құрылды, онымен де сөйлестік. Олар жалпы бізге өткізіп беруге дайын. Өткенде вице-министр келді, Нұржан Кеніш. Сол аралады, көрді, толық бізге біз хат жібердік, енді өз балансымызға аламыз. Тек анау процедураларын дұрыс өткізуіміз керек. Ол толық бір мекемеде, мынау ауданда немесе облыс көлеміндегі мекемеде болады.